Біз шекарада жатқан соң рубльдің түскені бізге ұйқы бермейді. Біз неше күн болды ұйқымыз кетіп. Онсыз да Ресей өндірушілері біздің Қазақстанның нарығын толық жаулап алды. Біз одан жақсы өнім шығара алсақ та, бағамыз теңгесек те, біз өзіміздің олар дүкендерімізге кіріп, дүкендеріміз сөрелерін бәрін сатып алып қойды олар. Енді мынау рубль тағы құлдырауына байланысты олар енді тағы да кіреді. Екі есе бұрынғыдан қаттырақ кіреді біздің нарыққа деп отырмыз. Қазір енді 1-2 аптада үкімет бір шешім қабылдамаса, біз сияқты отандық өндірушілердің халі өзі қазір қиын. Бізде көбіміз жабылып кетеміз деп отырмыз. Біз шетелге өзіміз отандық өніммен шетелге шыға алмаймыз, өзіміздің сөрелерде тұра алмаймыз. Қазір Ресейдің, мысалға айтқан кезде, Ресейдің бүкіл өнімі бізге кіріп жатыр. Қазір олардың бағасы құлдырауына байланысты тағы кіреді, өте қатты кіреді, нарықтан кіреді. Сіздер дүкенге барсаңыздар, дүкеніміз жай, бәрімізде көлік бар, бәріміз жол жүреміз, жай жанармай станциясына тоқтайсыз ғой, жанармай станциясына тоқтаймыз. Қазір дүкенге бармайтын адамдар да көп, бірақ жанармай станциясында жол жүргенде бәрі тоқтайды. Сол жерге кірсеңіз, 99% өнім сол жерде шетелдің өнімі, қазақстандық тұрған жоқ. Барсаңыз шемішкеден бастап түпкі суға дейін, ішетін суға дейін шетелдің компаниялар тұрады. Бізді оның бәрін сол шетелдік компаниялар, дистрибьюторс компаниялар оның бәрін сатып алып қойған. Біздің баға олардан кем болмаса тембе-тең келеді. Бұны біріншіден айта кетейін, қалай екен? Түбі қайда жатыр? Түбі қайда жатыр? Неге бізге Беларусь өнімдері біздің сөрелерде толып тұр? Неге біздің сөрелерде? Біздің өнім сөрелерде жоқ. Өйткені Беларусь өндірушілері өз елінде аяқта тұр. Неге аяқта тұр? Оларда заң жүзінде доктрина бар. 85% отандық өнім дүкеннің сөрелерінде тұрсын деген. Күнде дүкенде тұрғасын, сатылады. Сөреде тұрғасын. Ал сосын олар шетелге шығып жатыр. Ал біздің өкімет бізді шетелге шығындар дейді де, өзіміздің ішінде бізде ондай заң жоқ. Бізде заң министрдің бұйрығы бар. Ол министрдің бұйрығы жай ғана 30% тұрсын деген. Ол 30% әр түрлісі тұрсын емес, жай 30%. Ол 30% біріншіден ол приказ, бұйрық министрдің. Ешқандай дүкен иелері министрдің бұйрығын ешкімге қылмайды, қабылдамайды. Оны көрсетсен де, көрсеткен күйінде де ол айтады. Менде 30% тұр қазақстандық өнім деп айтады. Қалай тұр? Нан тұрады. Соң күріш бірдеңке тұрады, ұсақ түйек. Сөренің үстіңгі жақтарында емес, қымбат тұратын емес. Тек қана нан солмен 30% бітеді. Ал жәнегіде біз өндіретін колбасамыз бар, майымыз бар, тағы да көп нәрсе өндіреміз ғой Қазақстанда. Оның бәрі бізде сөрелерде жоқ, оның бәрі сөрелерде шетелдік тұрады. Олар Белоруссия елі, мысалға Ресей елі, өз елінде ақша тауып жатқасын, олар Қазақстанға шетелге кіреді де, біздің сөрелерді сатып алады. Бүкіл кішкентай дүкендерден бастап, үлкен дүкендер желісіне дейін, дүкендердің бәрі сөресі сатып алады. Өйткені шетелдік дистрибьюторс компаниялар, ақшалары бар, келіп сатып алып қойған. Да өздерің тұрады, сорлар тұрады, шетелдікілер. Ал біздікілер тұрған, бізде ондай, біз зерлеп тұрған отандық өндірушілер, біз оны қайдан сатып аламыз? Біз қалай сатып аламыз ол дүкенді? Біз енді ғана тұрмыз, бізді тексереді, салығымыз бар, анауымыз бар, бізде тексеру мекемелері өте қатты дамыған. Ол енді солар бізде тексерулерімен, мысалға айтқанда, тексерулерімен бізді ашылуға дейін, бізді өзіміздің мазамызды кетіріп, ашылуға соң тексеріп, біз оған шынымен біреуге бірдеңке беріп отыруымыз керек. Ол заңдылық Қазақстанда. Соларымыз бар, тексеруіміз бар. Екіншіден жәнегіде жеткізуіміз бар. Қазақстанда бір жерге жеткізу Қазақстанға үлкен болғандықтан, біз қазір Қазақстанда отырып, басқа қалаға жеткізу үшін тағы да шетелдік компанияларға айтамыз жеткізіп берші деп. Жеткізу компаниялар, ол да бір бар, қиыншылық бар. Жеткізу компаниялар. Екіншіден сөреге тұру деген болады. Және сөреге тұруға ақша төлеуіміз керек. Соған бізге ақша төлейтін ақша жоқ. Бүкіл ақша 5000 теңгеден әр кішкентай дүкеннің кішкентай сөресі, мысалға бір 30 сантиметрлік сөре 5000-нан басталады, 125 000 теңгеге дейін бітеді, болады. 30%-лық сөре үстіңгі жолда, көздің бойында. Сіздер байқасаңыздар, қазақстандық өнім көбінесе астыңғы сөрелерде тұрады. Көзге түсетін сөрелердің бәрі шетелдік өнім тұрады. Қай дүкенге бармасаңыз. Оның бәрі өткен сатып алынып қойған. Заңды түрде мысалға айтқанда, заң болса бізге керек жоқ заң, 85%, бізге 50% жасап беріңіздерші заңды. Біз отандық өнім. Біз бір жыл ішінде бүкіл сөрені толтырамыз. Ол біріншіден. Екіншіден айта кететін, мысалға көрші елді қыспаушылыққа түсіп жатыр ғой. Біздің Құдай сақтасын, біздің мемлекет не бастады қыспаушылыққа түсіп. Бізде 3 компанияны түсірді. Қазір Қазақстан сонда қыспаушылыққа түсіп қалсақ, Қазақстан аштан қалады.
кәдімгі аштан қатамыз дегенде қара нан мен картоп қана жеп өтеміз. Қазір картопты байқасаңыздар, бүкіл жерде бізде жоқ дегенде бізде Өскеменде бүкіл Ресейдің картопы тұр. Бізде қазіргі күн, бүгінгі күні. Соғанға дейін біз қазір жабылсаңшы, біз өзімізді өзіміз тамақпен қамти алмай қаламыз.